Бостандық ауданында жаңадан жайлы мектеп ашылып жатыр екен. Аралас қып ашайын деп жатыр екен. Сол аралас қып ашайын деп жатыр. Білім бас 15-ші мектепті уже аралас қып жаса жіберген. Өз қалада таза қазақша мектептер тапшы, соның өзіне қарама аралас қып жаса жіберген. Осындай жағдай. Міне осындай үлкен қып мектеп ашқан. Жайлы мектеп қып бұны аралас қылдырып жіберген. Қазақ қылғанның орнына. Не сұмдық ма? Білім бөлім басшысы жоқ. Отырған адамдар ештеңе білмейміз деп жатыр. Енді хатшыға шындығын айтты. Аралас қып ашылады деп. Шешіліп қойған деді. Оқушыларды қабылдап жатыр деді. Қазақ тіліне аударылған орыс сыныбы аз мөлшерде болады. Айта алмаймын, потому что набор енді болып жатыр. Қай районнан қабылдап жатыр? Микроучасток бойынша Алматы білім KZ сайтынан микроучастоктың картасы бар, сонда сол жерден қарай аласыздар. Микроучасток сол жерде, да? Там всего два дома. Сол жерден болады, өздеріңіздің қарай. Да,
Ардағұл Дархан қоғамдық белсенді ескертіп қойын түсіріп отырмын. Сіз аты жөніңіз? Абрашева Қожанқызы. Қызметіңіз? Қызметім пока ешқандай қызмет жоқ, просто біз директорға осы мектепке бала қабылдауға көмекші ретінде басқа мектептің. Так, мектеп сіздерде мынау 215 биыл ашылып жатқан, бұл жайлы мектепке саналады, иә? Келешекте. Қай тілде оқытады? Қай тілде оқытатындығы туралы мен айта алмаймын, себебі постановление келген жоқ әлі. Жоқ, енді сіздер қазір оқушы қабылдап жатсыздар ғой? Қабылдап жатқан жоқпыз. Біз тек қана... Жоқ, сіз жаңа айттыңыз, иә? Мен сөзіңізді бөлейін. Директорге, осы мектепке, басқа мектептен келдік, оқушыларды қабылдауға көмектесуге дедіңіз, иә? Ата-аналардың сұрақтарына жауап беруге, қабылдауға емес. Енді мысалы мен қазір ата-ана ретінде келіп сізге, мен балам орысша оқиды, мына мектепке қабылданады ма десем, сіз қандай сұраққа жауап бересіз? Ол қабылдану қабылданбай туралы әр ата-ана өзінің микроучастығы бойынша Алматы KZ-тан басып өзінің үйінің қай мектепке қатысты екенін көре алады. Содан кейін сұрақтары болса, осында келіп сұрап жатыр. Тек қана сол сұрақтарға жауап беріп жатырмыз. Микроучастыққа жатады, жатпайды? Жатады. Сол бойынша ғана нетіп жатсыздар, бірақ қазақ тілінде оқытады тек қана, немесе аралас мектепте ол сұраққа сіз жауап бере алмайсыз. Ал бұл сұраққа кім жауап береді? Ол сұраққа постановление қалай түседі, бізге сол кезде анықтап айта аламыз. Жоспар бойынша бұл мектеп қашан ашылайын деп жатыр? 1 қыркүйек деп отыр. Бірақ анық айта алмаймын, бірақ мектеп арнайы бейін алды, микроучастық белгіленді. Мектеп техникалық жағынан барлығы дайын, құрылыс бәрі аяқталып тұр. 15 күн қалды, бірақ сіздер қай тілде оқытатынын білмейсіздер, иә? Постановление күтіп отырмыз ба? Бірақ басымшылық қазақ тіліне беріліп отыр. Ол енді аралас деген сөз, ол орыс мектебі деген сөз ғой? Жоқ. Мына Бостанды аудан білім бөліміне барған, басшысы жоқ екен. Там басында отпуск деді, сосын саммит деді, анау деді, мынау деді, мына мектепке келсек директоры жоқ. Директор саммитте Астанада. Ол да ол кісі дүйсенбі келеді. Сіз жаңа айттыңыз ғой, негізгі басымшылық қазақ сыныптарына беріледі. Ол қалай сонда 5 сынып қазақ ашып, 1 сынып орыс аша ма, әлде қалай болады? Мен соны түсінбей тұрмын да оны. Ол бұлай микроучастық бойынша көп үйлер қазақ тілді оқытуға берілген. Орыс тілді оқытуға берілген аз ғана кішкентай 1-2 ЖК. Енді мына ауданда менде бар ақпарат бойынша 30 мектеп аралас орыс тілінде екен, не аралас, не тек қана орыс тілінде, 9 мектеп қана қазақ тілінде екен. Жақсы. Мен сіздің ойыңызды түсініп тұрмын, неге қазақша ашылмайды дегенмен. Қазақ тілді болса деген ниет. Тек қана қазақ тілінде ашылу керек қой, жаңа мектепте. Менің де ниетім сондай. Менің де жанымның қалауы сол. Мен де сіз сияқты қатардағы, мен вообще қоғам қайырымды белсендісі емеспін, мен жалпы бұл жерде қатардағы мұғалім ретінде, көмекші ретінде келіп отырмын. Сондықтан менің де қалауым қазақша болса деймін. Кеш естіп қалдық, мына мектеп мен мына осы түнде ғана маған ақпарат жіберді WhatsApp арқылы. Бұл жерде аралас мектеп болады деп нақты жазған. Енді ол сұрақты жоғары жаққа қойыңыз. Енді мен бұл сұрақты кімнен алам жауабын? Акиматқа барыңыз. Алматы қаласы әкімдіктің білім бөліміне барам. Білмеймін кімге барасыз, оны ары қарай сізді бағыттайтын шығар. Ал бұл жерде ол сұрағыңызға сіздің ешкім де жауап бере алмайды. Яғни қазір сіздер осы уақытқа дейін және бүгін ешқандай оқушы әлі қабылдаған жоқ, құжат қабылдаған жоқсыздар. Қазақ тобында мынанша оқушы, орыс тобында мынанша оқушы, тізім ештеңке жоқ сіздерде. Енді басталды ғой бізде қабылдау. Қабылдау емес, бұл жаңағы микроучастық бойынша қанша бала болуы мүмкін, дәл бізге берілген микроучастық бойынша қанша бала болуы мүмкін. Сіз мына жерде ата-аналардың тізімін, сосын мекен-жайлары мен телефон нөмірлерін жазыпсыз, бірақ ол жерде қазақ, орыс деп жазылмаған, Жазылмаған. Мына бізге берілген микроучастық бойынша қанша бала осы мектепке келуі мүмкін. Бұның бар болжам ғана. Мысалға, кез келген жерде, кез келген проекті ашылса, болжам жасалынады ғой. Сол сияқты. Мен таңғалып тұрған, енді сіздердің сөздеріңізге мен сенімгім келеді, бірақ мына жерде
күмән тудырып тұрған мына қазір бүгін 15 тамыз ғой. Иә. Қарасақ ар жағында бір 2 апта уақыт қалып тұр да. Иә. 2 апта уақыт қалып тұр. Сіздер оқушыларды әлі қабылдамағансыздар және мектептің қандай болатынын білмей тұрсыздар мысалы. Мен соған таң қалып тұрмын да. Енді біз күтіп отырмыз, постановление күтіп отырмыз. ЕГОФ ашылмағандығы рас. ЕГОФ арқылы оқушылардың барлығы ЕГОФ арқылы қабылданады. Қызметкерлердің бәрі, мұғалімдердің барлығы еңбек KZ сайты арқылы қабылданады. Яғни әлі оқушылар да қабылданбаған, мектептің коллективі де әлі қалыптаспаған ба сонда? Күтіп отырмыз, себебі қазір директорды күтіп отырмыз. Ол ЕГОФ ашылу үшін. Бірақ директор тағайындалған, иә? Жоқ, арнайы тағайындалған жоқ. Бұл мектепке ешкім тағайындалған жоқ. Әлі бәріміз еңбек KZ-тің ашылғанын күтіп отырмыз арнайы. Түсінікті. Енді не деймін, енді осындай сұрақ туындап жатқаны өте өкінішті. Яғни мен білеміз, біз статистика бәрін білеміз. Алматыда қазақ мектептерінде оқушылар өте көп. Және жаңадан ашылған мектептерді біз приоритет тек қана қазақ тілінде қою керек деп санаймын. Жақсы, рахмет. Енді сіздерден алатын жауабымды алдым. Енді ары қарай біз қазір қалалық әкімдікке барамыз. Жауап берсе соларға жауап береді. Мен телефоныңызды өшіріңіз. Неофициально сөйлесейік.